В общем, станция Чемоғанда кір жууға барғыңыз келсе, мынау магазин алдына келесіздер. Кірлеріңізді мынау машинка барда жууып аласыздар. Мінекей. Пылесос керек болса, не пылесос тұр. Тефальдан ыстық чай керек болса, ана жерден құйып аласыздар. Тұрғындардың айтуымен сенбі, жексенбі күні келіп көрдік базарды. Базарды келіп көріп жатырмыз. Базарда сенбі, жексенбі адам көп болады екен. Сосын жабайы сауда алдындағы біз кеп түсіргеніміз ары тұрсын, бер жаққа да шығып сатады екен. Көліктің ішінен сатады екен. Жарайды, енді оның бір ыңғайы болады шығар. Ол кісілердің де жағдайын ойлап бәрін қарастырып дұрыстау керек негізі. Сол, енді бізге қазір бір тұрғын кеп айтып жатыр. Қазір біз полиция қызметкерлерін күтіп отырмыз. Бірге қазір шығамыз. Ана жақта қазба жұмыстары жүріп жатыр. Заңсыз деп айтып кеттік, бір көлік кеп тоқтап, мен ана жерде отырған кезде. Мен ана жерде отырған кезде бір қызық нәрсе байқадым. Мынау полиция пунктына кіріп шығатын жол беспрепятственный болу керек дейді ғой. Шектеусіз, ештеңкесіз кіріп шығып, оңай кіріп шығу керек болу керек. Бірақ мына жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар қандай екенін. Өте қызық нәрсе. Енді хейтер бар ма айтатыным. Үлкен рахмет комментарийларыңызға, жақсы болсын, жаман болсын, оның бәрі продвижениеға көмектеседі, өсуіне, өркеніне парақшаның. Яғни өздерің, мен жаңадан көшіп келген білмеймін ғой, ауылда қандай ауыр қандай мәселелері бар шешілмей тұрған. Мен кәрі ұсынысым, ендігі аптада бұйырса ошақтың әкімшіліктерімен кездесек, ұсынысым мен байқағаным, бұл жерде спорт площадка жоқ, ойын алаңы жоқ. Соны сұрап, соған ең бастапқы мақсат соған. Соны жасату, салдыру, бітіру, иншалла бұйырса. Жалпы мынау базар емес, базар ол жарайды, саудасы жүре берсін, әрине дұрыс айтасыздар. Өте дұрыс, әр адам, біріншіден саудасы жүру керек, өзінің отбасын бағу керек. Бірақ бұл бір ауыр жағдайға дейін ғана солай болады да, мысалы, провод үзіліп, немесе бірдеңке болған кезде бәрі басқа ойша сөйлейді да. Адамдар зардап шеккен кезде, соларға біз айтқанбыз, тұрмаңдар ол жерде, анау-мынау, соның алдын алу керек. Оны просто заңдастыру керек. Мысалы, адамдардың бәрін қуып шықпай, заңдастырып, бәрін дұрыстап, жолды үлкейтіп, көркейтіп дегендей сондай неше түрлі нәрсе. Иттер, ассалаумалейкум. Қалдарыңыз қалай? Сіз осы жерде неде жүрсіз ба? Патрулированияда? Маған сіздің көмегіңіз керек еді. Мына участковыйлар просто басқа выезда жүр дейді да. Қалайсың ба? Қалай жағдай? Ана шыға беріс жерде бізге кәрі бір жителге айтты, шыға беріс жерде заңсыз жер қазып жатыр дейді. Соны барып видеоға түсіріп, сіздер құжаттарын бәрін алып, мына жаққа әкеп доставление жасап берсеңіздер. Қай жерде? Сізбен бірге жүрейік па, или машинамен біз? Машинамен жүрейік. Все, жүріңіз. Онда біздің артымыздан айдаңыздар, біздің артымыздан полиция қызметкерлері жүріп отыр. Біз 102-мен де шақыру жасағанбыз, бәлкім соғында келген шығар. Сұрап та үлгерген жоқпыз, айтып та үлгерген жоқпыз. Қазір бізге бір тұрғын бағана кеп айтып кетті, шыққан жерде оң жақта ретке тұрып, жүк машина бар, не басып жатыр, топырақ басып жатыр. Ол заңсыз деп өзі айтты ол кісі. Енді біз барып тексерейік енді. Ол кісі бекерге айтпайтын шығар енді, үлкен кісі. Мен енді түсіріп үлгерген жоқпын, жай отырғам. Күтіп жексенбі базарды көрейік, сенбі жексенбі қиын болады деді ғой, соны көрейікші деп. Ай, действительно, машина көп екен, көп адам келеді екен сенбі жексенбі күндері. Қазір сол жаққа бағытталдық, қазір сол жаққа барамыз, бұйырса көреміз. Заңды ма, заңсыз ба, басқа ненің адамдары келіп қазып жатыр деді. Қазір анықтайтын боламыз, жібек жол алдынан шығып бара жатырмыз. Свежий көрініп тұрған. Көрінермен қалған сияқтымыз болмыз. Алдымыздан шыққан трактор ғой, сол ғой, скорее всего. Ескертіп қойған ғой біреу. Участковыйлар шақырдық қой, разбираться етсін. Бір күн емес қой қазғаны, ойбай. Раз болған сияқты қазғаны. Свежий іздер тұрған ғой. Қазір жақта мусор деген сұмдық үйіліп жатыр. Қазір не? Действительно сатамызсың ба?
бағана участковый мырзаларға айттық, бірақ ол кісілер выезда екен. Сондықтан олар келеміз дегенше патруль полиция қызметкерлері келді. Олармен біз келеміз дегенше біреу айтып қойған ба, біреу ескертіп қойған ба, в общем, жоқ қой, жоғалып кеткен ғой. Жарайды, бұл жерді бақылап отырамыз енді, бақылап отырамыз. Өздеріңіз аударыңызда ма Дүйсекова көшесі, Шевченко қиылысы. Осы жерде бір ай бұрын су жарылды ма не болған белгісіз, қазған, қалай болса солай көміп кеткен, бірақ жұмысын бітірмей кеткен. Бәленбай жер, асфальт, қара жол дейді ғой, тас жолды бүлдіріп кеткен, қайтан орнына қоймаған. Осыған өте қатты назар аударуыңызды сұраймын. Әкімшілік, құрметті әкімшілік, назар аударып, бұны жөндеп беріңіз. Бұл жол қауіпсіздігіне өте маңызды нәрсе. Жол қауіпсіздігі президентіміз де айтты, бүкіл облыс әкімі болсын, бәрі болсын айтып жатыр. Жол қауіпсіздігі бірінші орында.